Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын бутербродтың рецебімен бөлісетін боламын. Арнама қош келдіңіздер. Бізге шұжық, ірімшік, қызанақ, батон, нан қажет болады. Видеода көрсетілгендей барлығын турап дайындап аламыз. Татымына қарай тұз және де майонез керек болады. Бөлек ыдысқа шұжық пен қызанақты қосып, үстіне татымына қарай тұз қосып, араластырып дайындап аламыз. Алдын ала противенге пергамент қағазын төсеп, батон нанымызды орналастырып, үстіне майонезді видеода көрсетілгендей жағып шығамыз. Енді қасықтың көмегімен салманы бүкіл нанның бетіне салып, ірімшікті ұсақ үкіштен өткізіп алғаннан кейін осының үстіне сеуіп шығамыз. Қызып тұрған духовкаларыңызға ыңғайлай, қызарғанша сарғайтып пісіріп аламыз. Көп уақытты алмайды, өте оңай жасалатын таңғы асқа немесе түскі асқа таптырмас болып шығатын тіске басардың бірі. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.